Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен балалық шақтың дәмін осындай сосулька әзірлеп үйренетін боламыз. Ол үшін біздер бірінші қантымызды салып аламыз. Бұған біздерге 2 ингредиент керек, тек қана қант пен су ғана. Осылай 3-4 ас қасықпен қант саламыз. Егер көбірек шыққанын қаласаңыздар, онда көбірек істесеңіздер де болады. Және де жарты шай кесе суды құямыз. Осыны астын басып қайнатуға қойып қоямыз. Міне, осылай қоюланған уақытта біздерде дайын деген сөз. Және де біздер бірінші майлап аламыз осындай. Егер сіздерде арнайы форма болса, сонымен істегендеріңіз жақсы, бірақ болмай жатса, осылай кесенің болмаса рюмкалардың астына істесеңіздер әдемі болып шығады. Бірінші майлап аламыз, сонда жабыспайды. Және де мен шай табақтарға да істеп тастауды жөн көрдім. Міне, енді осыған жай-жаймен құйып шығамыз осылай. Егер көбірек қайнатсаңыздар, қарайып, дәмді болып шығады олайды, бұлай да жасасаңыздар болады. Міне, кейіннен осылай болғаннан кейін зубочистканы салып қоямыз. Көтеріліп кетіп жатса, осылай бастырып қоямыз. Міне, мынау бізде ұзағырақ қайнағаннан кейін осылай болады. Қатып қалып жатса, қайтадан газға қойып ысытып алсаңыздар, осылай ериді. Міне, дайын болды. Дәл осылай жасалады. Қатқаннан кейін ала берсеңіздер болады. Майлағаннан кейін жабыспай тез алынады. Сондықтан міндетті түрде істеп көріңіздер. Рецепт сіздерге ұнады деген ойдамын. Лайк басып, комментарий жазып, біздің арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар.